Міне бүгін Стамбулда біздің үйдеміз Carpax отандық өнімнің басқарушысының үйіндесіздер. Қош келдіңіздер. Рахымжан бауырым, міне Стамбулға қош келіп жатсың. Кел қолыңды алайын. Бірінші келуің ғой сенің шетелге, иә? Міне Алекең мына кәсіпке міне бірінші келуі Стамбулға баяғыдан келіп жүрген жігіт. Міне қараңдар. Осыны мен қанша группада мақала жаздым, видео түсірдім, қанша шырылдап айтып жүрмін. Рахымжан, естіп жатсың, иә? Көбісі құлаққа қыстырмайды, енді қыстырып жатқан жігіттер де бар. Қараңыз, міне үйге су заказ береміз, иә? Судың бутылкалары тұр, қараңдар, міне. Стамбулда су сатып аламыз. Кранның суы негізі ішуге, шай қоюға болады, бірақ тамаққа ішуге онда. Тамаққа да болады, ішуге болмайды. Міне судыке сразу келіп жабыстырып кетеді, көрдің бе? Енді пицца заказ береміз. Мысалы, мен қызым жақсы көреді. Міне келеді де сразу келеді, міне магнит жұмсақ, сап көр. Міне. Так етіп жабыстырып кетеді, міне. Одан кейін, міне қара, мягкий мебель. Иә? Мягкий мебель. Тазартатын болса келеді, тазалап кетті. Жабыстырып кетті. Мына мынау су конкуренті. Көрдің бе? Тастап кетті. Кей кезде мынаған үлгермей қалса, мына фирма альтернатив мынаған звондай саламыз біз. Одан кейін мынау не екен? Тузла айдынлы такси, мынау такситке. Мынау мына үйде мысалы свет, лампочка бірінсе мына бұзылып қалса электричество, иә? Шақыра саласың, келеді, жігіттер өздері бағана светті мысалы мына бұзылып қалған жағдайда, немесе лампочка күйіп кетті. Әйтеуір сондай жағдайда міне рекламасы бәрі жазылып тұр, мына қандай тірлік істейтін бәрі міне. Провод жүргізіп береді деген сияқты. Одан кейін міне тағы да сутке. Ал мынау не екен? Мынау үйге кей кезде мына келіншектеріңіз шаршап, бір тамақ семірексі болып отырған кезде звондай саласың, үйге келіп тамақ келіп тастайды. Мынау такси тоже. Көп енді біз бағана бір бүкіл Стамбулдың бағана услугасымен қолданған жоқпыз ғой. Бірақ бағасаң бір түріктердің үйіне қонақ барсаң, полностью доска объявление ғой. Ал енді мына мұздатқыштың есігін мына кухняда жүрген келіншектер күніне неше рет ашады? Өздеріңіз ойыңызды айтыңызшы, мысалы, орташа. Бір 10 рет точно ашады ғой енді. Иә, ет алар кезде мына жерде бір ашады. Мына жерде бағана азан түс кеш анау алар кезде мына холодильникесін тағы да бір ашады деген сияқты. Мына холодильник есігін ашты, ішінде дым жоқ, көбісі ойлап қоймасын, Carpax'ның несі бағана басшысы неме үйінде тамақ жемейді ма деп. Жоқ, біз өзіміз жаз уақытысында келіп тұрамыз осы Стамбулда, өзіміз дачамыз сияқты үй ғой бұл жер. Немесе сіздер қонаққа келіп жатқан кезде деген сияқты. Былай қараңызшы, қаншалықты ыңғайлы. Көбісі рекламаға жақсы ақша саласыздар сіздер. Одан кейін Инстаграмға, Фейсбукқа, Гуглға ақша саласыздар. Одан кейін ол клиент ендігі жыл сізге келмейді. Неге? Өйткені бір-ақ жыл қолданылатын услуга болғандықтан, сіздерге қызмет болғандықтан, сіздің телефоныңызды майдай сақтап, ешкім телефонына күшпеп жазып қоймайды. Жоғалтып алады, дұрыс айтасыз. Ана холодильникті жазып кетсеңіз, қонақтар, чтобы сіздің үйіңізге келді, холодильникті ашқан кезде мына рекламаңыз сізді көреді. Сосын келіншектер сіздің неңізге звондайды. Подругасына звондайды. Сенің неңнен холодильниктен көрдім ғой деген кезде, оппа, WhatsApp-қа түсіріп жібереді. Бұл рекламаның өте тиімді рекламаның бірі ғой. Иә. Бұл ана көлдегі ұстаған балықты ана торға салып қойып қашып кетпесін деген сөз. Көлде балық көп, сайсыздар, сосын барып қайтадан көлге жіберіп қоймау үшін да. Мысалы, келіншектер бір-біріне мысалы мақтанып айтады, мына кілем жуғызып едім, өте жақсы, керемет, ұнады дейді. Телефон берсең, ой, таппай жатырмын, қайға жаздым дейді да, ұмытып кетеді айтуға. Ана келіншек әңгіме тыңдап отқан, ол да ұмытып кетеді сұрауға. Ана холодильникке тұрса, мына келді суретке түсіре сал дейді, келеді шақыртып суретке түсіреді. Мысалы, мынаның бағасын біз қаншадан істеп жатырмыз? Бұл реклама емес. Дұрыс түсініңіздер, бұл сіздердің кәсіптеріңіз жақсы дамыса, біз сіздерге өзіміздің отандық өнім шампунды тоқтамай сату үшін жасалып жатқан нәрсе. Клиент, біз магниттен сондай бір қырып жойып ақша тауып жатқан жоқпыз. Мынаның 1000 штугы, мен сізге айтайын, мынаның 1000 штугы, иә, 1000 штугы $100 тұрады. 43 мың теңге. Сол кезде бір магнитіңіз 43 мың болатын болса, бір магнитіңіз 40 теңге ғой. Мынау 43 теңге. А сіз рекламаның өзіне қанша ақша саласыздар? Еще ол клиент ендігі жылы қайтып кетсе жақсы. Иә. Еще ол келеді ме, келмейді ме? Келген жағдайда ендігі жылы сізге қайтып келеді ме? Вот сол мәселе. Мына мысалы біз диванымызды тазалатамыз. Ана жолы мысалы мына нені тазалаттық. Мысалы мынаны тазалаттық. Келді, мынаны тазалап, қараңыз. Мына двухспалканы тазалатты. Келді, екі жігіт келді, тазалатты, ананы жабыстыруға болады ма? Рұқсат сұрады. Қолыңа бермейді екен магнитті. Өйткені біз аламыз, лақтыра саламыз ғой бір жерге. Көрдің ба? Сол үшін бағана не алады. Мысалы крем тазалаттық, айтайық ма? Жап-жаңа кремді алдық, бір рет жуғызып алдық деп айтайық. Келді, тазалады. Тазалады, келді магнит шақыртан бағана. Сондықтан бағана магнитті аянбай заказ беру керек. 1000 штук заказ берсеңіз 43 мың теңге. Доллармен біз есептейміз. 1000 штугі $100. Ал енді 5000 штук алатын болсаңыз, онда бір магниттің бағасы 35 теңгеге түсіп қалады.
сол кезде бағана 35-ті 5 мыңға көбейсек 170 па 160 па сондай. И бірақ рет 4000 теңге дизайнерға төлейсіз, и то бізге емес, біздің дистанционно жұмыс істейтін дизайнер қызымыз бар, соған 4000 теңге карточкасына тастайсыздар, бол бірақ рет қана төлейсіз ол 4000 теңге. Одан кейін бағана 10 мың сетсең де 100 мың сетсең де дизайн ол сіздікі. Бізге істетпей басқа жерге барып сетсеңіз ол дизайн сіздің поштаңызда қалатын нәрсе. Сосын мына магнитке тағы да түсіндіре кетейін жүріңдер жігіттер. Мына жерге клиентті привлекать ету үшін Турцияда свет қымбат болған соң өшіріп жүреміз енді. Привычка болып қалған Қазақстандағыдай емес. Мына жерге бүйтіп жазып қоюға болады, мысалы клем жуатқа владельца магнита, магнит тұтынушыларына 10% скидка деп. Сол кезде қайтып береді. Немесе 5%, немесе 10%, оны өзіңіз білесіз енді. Сосын қысы жазы жұмыс істейміз 365 күн деп жазып қоюға болады. Мына жерге телефон, клемнің суреті, немесе бағана қосымша бағана мягкий мебель тазартатын болсаңыз, диванның суреті. Сосын мына жерге бағана гипоаллергенный шампуньмен жуып жатырық, анау мынау деп қосымша не. Сосын магниттің размерлері көп, мынау мысалы мынау визитка сияқты, осы $100 1000 штука. Үлкендегі бар мысалы мынау. Одан да үлкені бар. Сосын формамен жасатуға болады. Бұлар енді кішкене қымбатырақ болады. Енді ары кетсе сол бір 3-4 теңгеге қымбат болатын шығар енді. Негізі келісесіздер ма, магнит керек па? Келісем. Иә. Енді этикетка туралы да айтуға болады, енді басқа видеода айтамыз. Этикетка ол клемнің астына жабыстырылатын, шатасып кетпеу үшін және өздеріңіз телефондарыңыз. Ал енді Стамбулдың түріктің чайын ішейік, жүріңіздер, дастарханға өтіңіздер. Тамақ жеп алдық. Енді бір чай ішейік от души. Ал жігіттер, қалай чай іштіңдер? Шаршадыңдар, жолдан бір дем алып жатсыңдар. Әлекеңде шаршап қалды. Иә. Былай, бағана магнит жайлы бітіре салайық әңгімені. Былай ғой, бірінші 3 жыл тоқтамай рекламаға жақсы ақша салу керек, қаражат салу керек. Сіз 5 жылдық компаниясы білесіз. 3 жылдан кейін уже рекламаға ақша салғанды уже тоқтата беруге болады. Қандай жағдайда? 3 жыл тоқтамай бүкіл клиенттеріңізге магнитті холодильникке жабыстырып кететін болсаңыз, сол 50%, 70% сізге кеп 30% бағана арзандықты жақсы көретін клиенттер болып кете берсін, 70% бағана 50% сапаны сыйлайтын, 20% ана премиум класс, оларға бәрібір сен ғой 1000 теңгеден жусаң да сондай клиенттер бар. Бет аяғына қарамайтын клиенттер бар бағанынша. Ол енді көп емес, ол бір 10% болады осы, иә? Сондайлар жинап алсаңыз магниттің арқасында 3 жылдан кейін уже рекламаға вообще ақша салмақ болады. Ал енді Рахымжан, мысалы Инстаграмға айына орташа мысалы қанша ақша кетеді мысалы Инстаграмға? Бүкіл бағананы қосқанның бәрінде бір $500 кетеді ма? $500. Еще сіз Google-да айтайық, ояққа кетеді бір $500. Сосын брошюрка таратасыз, анау мынау бәрін есептеп келген кезде үлкен бағана 1000-1500 квадрат клем жуатқан компанияның рекламасы почти $2000-ға дейін барып қалады. Ну енді Кентау, Түркістан сияқтыларды білмеймін, ал енді Алматы сияқты қалада, үлкен қалаларда конкуренция көп, рекламаның құны да қымбат, $2000. Сол кезде сіз 3 жылдан кейін уже сол кезде $2000 сіздің қалтаңызға қала береді. Жаман ба? $2000 енді сіз көбейтіңіз 12-ға. Жылына $24,000 сіздің қалтаңызда қалып отыр. Ненің арқасында? Какой-то бір кішкентай 43 теңге магниттің арқасында. 143 теңге магнит. Иә, 43 теңгелік магниттің арқасында жылына 24 теңге. Ал магнитке сіз ары келсе $100-100 12 айда айына даже 1000 таратпайсыз сіз. Ну енді оны есептеу керек енді. Короче, копейк кетеді ғой магнитке ше. А зато 3 жылдан кейін таза қалтаңызға пайдаңыздан бөлек рекламаға кететін $24,000 сіздің қалтаңызға қалады. Ал керек болса. Так что магнитті өзіңіз есептеңіз, қаншалықты пайдасы, қаншалықты пайда, қаншалықты зиян бар екеніңіз өздеріңіз есептей беріңіз. Пайдасы өте көп қой.